Википедияға тіркелу. Википедияға мүше болып тіркелу тегін, тез әрі оңай. Ол үшін www.kk.wikipedia.org адресі бойынша орналасқан қазақша Википедияның басты бетіне кіріп, жоғарғы оң жақ бұрышта тұрған «Кіру, тіркелгі жасау» дегенді басыңыз. Бұл сілтеме сізді «Кіру, тіркелгі жасау» деген бөлімге алып келеді. «Кіру» деген сөздің астында «Тіркелгі жасаңыз» деген сөздің үстін басыңыз. Жаңа бетте суретте көрсетілген сөзді төменгі бос аумаққа енгізіңіз. Сосын, вики есіміңізбен өзіңіз ғана білетін құпия сөз таңдап енгізіңіз. Егер басқа біреу сіз таңдаған есімді бұған дейін тіркеп қойған болса, өзгеше ат таңдауға тура келетінін ескеріңіз. Электронды поштаны енгізіп, жаңа тіркелгі түймесін басыңыз. Егер құпия сөзіңізді ұмытып қалсаңыз, оны электронды пошта арқылы сұрату мүмкіндігі де болады. Енді тіркеудің сәтті өткендігін растайтын белгі шығады. Википедияны оқу үшін де, оған мақала қосып өңдеу үшін де тіркелу міндетті емес. Ал егер өзіңізді кеңірек таныстырып, басқа википедияшылармен ашық байланысқа дайын болсаңыз, тіркелу арқылы энциклопедия порталынан өзіңіздің жеке бетіңізді ашу мүмкіндігі бар. Сонымен бірге, тіркелген пайдаланушы өзі жасаған өңдеулердің тарихын, үлесі мен сапасын қарап отыруға, әрі өзіне қызық мақалалардың дамуын бақылауға мүмкіндік алады. Сондай-ақ, тек тіркелген пайдаланушы ғана мақалаларға сурет және басқа да мультимедиалық файлдар қосып, оларды түрлендіре алады. Тіркеуден өткен пайдаланушының үлесі артып, қауымдастық ішіндегі беделі өскен сайын, оның қатардағы пайдаланушылардан админ және бюрократ секілді дәрежелерге ұсынуына жол ашылады. Сондықтан да Википедияға тіркелуден қашпаған абзал. Назар аударыңыз. Өзіңіз дәл кіріп отырған www.wikibilim.kz сайтындағы тіркелу сізге Викибілім қауымдастығының жаңалықтарын алып тұруға және осы қауымдастық ұйымдастырған Вики жарысқа қатысуға мүмкіндік береді. Ал Википедия энциклопедиясына пайдаланушы ретінде тіркеліп, мақалалармен жұмыс істей бастау үшін www.kk.wikipedia.org адресі бойынша орналасқан қазақша Википедияның басты бетіне кіру шарт. Тіркелуіңіз сәтті өтті. Олай болса, бірінші мақаланы бастайық.